Визард, Визард деймін. Ойбаш. Я не өкетті? Не ғой, сені жиһаздардың үйіне тасып қойдым. Көп рахмет саған, от души. Если что, звондап тұрсам болады. Аха, рахмет көп саған. Не ғой сосын бірдеңе айтайын. Түсініп тұрмын. Каспиге ақша жіберші деп тұрсың ба? Жіберші. Все, Смелака үйіне бара бер, сосын ақшаны жіберіп қоям ғой. Все, давай онда мен кеттім. Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Визард кезет. Бүгін біздер дейтін өзімнің оқиғамды жалғастыратын боламын. Кешегі Free Fire'дан кейін Free Fire түсуге жылында қаш кеттім, может, сосын кейінірек түсіретін шығармын. Алда уақыт деген көп қой. Кеше деген качество, быт, анау деген 4 штук кеткен ғой монтаждан кейінші. Сол бүгін Майнкрафттан өзім оқиғам түсіремін, Free Fire'да көре жатармын. Так что смело лайктарыңызды басып, арнаға тіркеліп отырыңыздар дәл қазір. Ал ендеше видеоға кеттік. Let's go. Дек, аны жителдің ақшасын аударасай. Достар, өткен бөлімде не тауып өтқос ақшасы соның бәрін өзім Каспиме аударып қойдым. Дек, ана жителдің номерін жазайын. 8747 555 66 67. Дек, все болды. Достар, үйді көрсетейін, бірақ кішігірім 2 этажды үй өзіме жете береді. Дәк. Дала деген. Иісі дейтін, таза ауаның иісі дейтін, кайф қой. Достар, мінеке мен осындай қарапайым үй 2 этажды, міне қарап алсаңыз бір круг айналып шығайды. Жана жительге жиһаздарын нетіп берші дедім, тасып берші дедім, жарайды деді. Түнде бар ұйықтан, ол түнмен азанға дейін тасыды. Міне осындай үй. Ал ендеше ішіне кіріп көрсетейін. Осы үшін лайк басуына тіркеліңіздер. Яққа келесі бүйтіп отырасың. Жиһаздар житель қойып берді әдемілеп. Мына жерде теледидар бар. Мына жерде отырып тамақ жеп көріп отырасың. Кухня ғой, кухенный жер деймі. Сөйтіп өтеді, кухняның жері дей берейінші, жай тілді ауыртпай. Мынау жуынатын ванна, кайф, кәні отырып алайықшы. Рахатнай, мына шетке кіріп алайық та, жіберейік кішкене. Мать, дерске кетті. Все, шығайық құрысын. Үлкен дәретімізді айдап алдық қой. Міне, екінші этажға шығатын жері, мына шетінде тоже диван бар екен, бүйтіп отырасың, мына шетте өзім енді көріп отырам. Ал мына жақта ұйықтаймын, ал түнде біреу келетін болса, мына жаққа кіріп кетемін, мына төсегіме былш етіп жатасам, мына жақта шкафым бар, ойыншығым бар, және де артында компьютерім бар, мінеки. Мен енді осы жерде YouTube түсіретін боламын, міне, мынау менің компьютерім HyperX, мынау сол компьютер өзі, анасы монитор, мынау ноутбук, мына жақта кейде музыка тыңдаймын, анау роутер, яғни Wi-Fi. Все болды, басқа жоқ. Осы үшін лайк басуына тіркеліп кетіңіздер. Және де үйде бар. Осы үшін ғана емес. Дәк, бүгін біздер не істейміз? Соны пландастыру керек. Үйде көрсетіп болдым. Видеоға план құрмай жатып бастап жатырмын. Дәк, алдындағы ақшаның бәрін нет жерім. Дәк. Бірақ өзіме тамағым бар, давай қазір мен өзіме жеке бір не ашып алайын ба? Жеке бір магазин кішігірім осынайлар сатып тұрам шетелге. Достар, мен қазір мына жердегі огородтың бәрін шауып алайын, қайта видео оралам. Дәк, достар, огородын жинап болдым. Сол план құрғандай бүгін өзіме кішігірім магазин ашып алайын. Менде ақша деген бар ғой, оны ары қарай жинап көп қой керек. Менде бірақ қазір одан да көп бар. Жетет, бұлай дахуя асып жатыр, енді айта алмайым, потолок болып жатыр ақша деген. Дәк, сөйтем, сосын товарға заказ беру керек. Бір житель әкеп берсе кайф болшы еді. Мен қолымдағы нетуді ұмытып кетіппін ғой. Мен битем бар ғой. Анау мэрге барып, арт жақта достар дыңылдап отқан дауыс болса, мән бермей қойыңыздар, менің сөзім тыңдап отыра беріңіздер. Видео контент. Дәк, мэрдің үйі осы, мэр қайда екен? Мэрден андай не сұрап алайын, не деп айтшы, өзім білем, әйтеуір творческий деймін. Сіздер не деп айтсаңыздар?
мөр каяка кетип калган. Мөрдөн сурап алып болмасам андай нени. Короче, творческийди. Так, достор, мен мөрдөн креатив сурап алдым. Аты креатив экен го айткандай. Короче, сол креативди алып алдым. Өзүмө ийинде бар го. Так, каяка салсам болот? Мынаяктан жол бите ма? Так, жол бітсе, давай осыны үстіне арттай өзіме қазір бір кішігірім магазин салып алайын. Сосын, короче, соның бизнес қылып дамытатын боламын. Ал ендеше кеттік, заттарымызды алып алайық та соқтасайық. Так, короче, заттарын алып алдым. Ондеше кішігірім өзім жеке магазинді бастай берейін. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Пока что 10 бола берсін, дәу керек емес. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, аяқты жөнөп жүрейік. Пока соға берейік осы жерге арттай. Аяқты сосын тазалай саларым арт жағын. Ато деген ұрылар келетті, терезені чаққанға оңай болып кетіп ойлар жетіп алады. Шектерді өстіп. Так, осылай. Осыйдан тегісіп тастайық. Все болды, короче. Маған бар. Короче, видео енді әңгімеге оралайық. Өтірік анау-мынау болмай қояйық. Кішкене сіздермен әңгіме айтайын енді. Видеоның басында өз-өзімен сөйлеп болдым. Так. Короче, достар, менің ютубта байқап жүргенім, короче, сол подписчик жағынан тез жиналмайды деп қойсам, сөйтсем мен, короче, сөйлеген сөзім бар емес па, бірақ ол өзімдікі, мен өзім сөйтіп сөйлеймін да, андай даусым бір түрлі, кейде деп сөйлеп қоям. Екен білмеймін, сосын сөйлеймін ғой, сөйлеген кезде бір көтеріңкі көңіл күймен емес, бір мылжырап, анау-мынау сөйлейді екенмін. Сол үшін маған бір көтеріңкі көңіл күй, даусымды кішкене дұрыста өзгерту керек, кішкене андай бош еді ғой, жуан емес енді, чили андай, қалай айтсам болады, короче, андай. Аликизет танитын жастар 2 миллион подписчикке жетейін деп жатқан ішіне. Мен соның топ подписчигімін ғой. Короче, даусым деген сондай болу керек. Жүрсе дедім, ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Аликизет, бүгін біз рейтинг Call of Duty ойнайтын боламыз деген. Типа сол сияқты сөйлеу керек та. Бір жағынан сол, короче, сіздерге даусымнан андай не қызықсыз болуы мүмкін, сондықтан даусымда видеоның басын уже нормально сөйлеуге тырысатын болам. Қазірше дейтін даусым деген мылжың бірдеңке ана-мынау болып жүр екен ғой. Так что даусымда нормально қылуға тырысам. Сосын бар ғой, сөйлеген кезде қиналып сөйлегенде естіледі екен, білмеймін, өзіме сезілмейді, өйтіп сөйлеп жатқанымша. Бүйтіп сөйлеп жатамын ғой. Короче, достар, маған деген өсу керек деп тұрып сөйлейді екенмін ғой. Дем алып, қиналып, типа сондай болып сөйлейді екенмін ғой. Оның бәрін түзейтін болам алда. Себебі не ғой, өзім енді үйреніп жатырмын. Видео түсіруге, короче, солай ғой. Так что смело лайктарыңызды баса беріңіздер. Алда дұрыс сөйлеп, дұрыс контент түсіруге тырысамын. Бірақ превью жасайын десем, превьюді бір жағынан еріне, бірақ көп ерінбеймін. Андайлар, короче, андай бош еді ғой, бүйтіп бір бәле болады. Короче, соны ұмыт қала беремін, қандай екенші. ютубтан іздесем, рен табамын ғой, превью жасағанға. Бір жағынан сондай ғой, превьюға ерініп кетемін, кейде андайын таппай қалам. Короче, нервті чайдырып жібереді ғой. Сол үшін қазір осылайынан түсіріп жүрмін. Пока нормально деп ойлаймын, бірақ дауыс жағынан өзім говно сөйлейді екенмін. Бір талай видеомнан уже байқап келе жатырмын. Көбісінен де сұрадым, олар да сөйтіп айтты. Сіздер сөйтіп ойлайтын шығарсыздар, мынаның дауысы не екен, короче, көңіл күйсіз ана-мынау деп түсіреді екен деп отқан шығарсыздар. Яғни солайынан екен. То бір жағынан качество деген болшиып, короче, быт шығып кетеді екен. Майнкрафтта өзінің қалай ойнап отырсың графикасымен, короче, шын өмірде солай болғанда топовый бош еді. Қазір менде ақша барда креативке заттар істеп алайын, осындай заттар. Бірақ чили ақшалар толтырып жатпаймын өйтіп. Өстіп чет-жағынан бастай беремін ғой, бірақ ақшаны оны-солды шашпау керек. Мынау нем бітіп қалды уже. Енді терезелерін қойып тастайын. Сыртқа біреу қойылып кетті, бопты, қойыла берсін. Осылайынан қояйық. Вот мінекей.
короче, енді даусымды қазірен уже дұрыстап сөйлеуге тырысамын, енді көңілді бір дерзкий қылыпшы. бір жағынан кейде қатшы кете ма, бір бәле екен мен сөйлеген кездеші. Так что нормально сөйлеймін, қатты естілмейтін дейші. Дәк, енді осылайынан соға берейік, дауысты көңілді қылып шығаруға тырысамын енді. Сіздердің еліндеріңізге кіретіндей ғой. Короче, дерзкий контент түсіруге көп тырысамын, әрине, қатты тырысамын. Короче, не ғой, ютубтағы подписчик жинау деген менің нем болып келеді өзі. Бір жағынан. Бір кайфпен, бір шынайы сөйлесіп, бір сол танымал болып, бір уже 37 подписчик болдық. Сіздерге көп, өте көп, үлкен. Бірінші Аллаға, екінші сіздерге рахмет 37 подписчикке жеткен үшін. Дәк, сіздер менің көріп отқан подписчиктерім болсаңыздар, достарыңызға видеоны таратыңыздар, оларда лайк басып арнама тіркелсін. Сөйтіп дамиық та, и уже 1000 подписчикке жетсек, стрим түсіруге болады, уже стрим түсіре бастаймын ақырындап. Сөйтіп, короче, дерзкий мощный контенттерді түсірем, стрим түсірем. Ал хоррор жағын әлі білмеймін, әлі хоррордың андай кішкене лекко түрін түсіретін шығармын. Дәк, арасы өсіп экран жабысып қалады. Сол үшін бір жағынан видео түсіргенге ден сау телефон жоқ. Қазір ана көргендеріңіздей бүткіл блоктар сынып кетті. Мен саусақпен шұқыған жоқпын әдейі. Экран жабысып қалатын болды. Соңғы кездері неғып екен білмеймін, ондай жоқ болатын. Сөйтіп соңғы кездері телефон қуа бастады. Новый телефон алдырып көрем, если сұрап көрем, өзіме бір жағынан ақша жинаймын. Мына телефонды 2019-дан сатып алдым, содан бері әлі ойнап келе жатырмын. Так что осылайынан нормально түсіріп жүрмін, пока что болады. Кейде телефон қат кетеді, мод көтермейді, содан жыным ұстап удалить етейін. 1.12, 1.1 бес дегенді жазып алам. Жындықсап сосын модтарды ютубтан көріп атам. Айшы уақыт еліндерді мә топый модпен ойнайды. Мені соған етемде, короче, тоже сөйткімге кетеді. Модпен ойнағым кетеді. Ютубқа қайта модпен түсіргім келеді. Так что сөйтіп жүрмін, қайта біресе былай қылып. Де, кассирді бар ғой, қалайшысам болады. Де, мынандай магазин жасасайыншы, осындай ұзын. Осындай магазин болсасын. Де, өстіп көп күбірлеп әңгіме айтып болдым. И соның кесірінен мен деген, короче, дұрыс подписчикіне жүрмін. Бірақ сіздер үшін іш пыспасын контент болсын деп отырмын. Де, осылай. Негізі монтаж жасауға болады, монтаж жасаймын. Бірақ телефон памяті жетпейді, керек заттар көп. Free Fire'да ойнаймын. Қазір мен Free Fire'дан алмаз 3-пін. Крестетіп көтерген жоқпын әрине. Крестетен бір зонаның шетіне арттай түскен шығармын. Пока былай дерзкий ойнап жүрмін. Болады өзіме. Сол туралы видео шығарайын десем, мына телефонның жыныма тиеді ғой. Нервімді тоздырып жібереді ғой, ё-майо. Сөйтіп өзім Майнкрафттағы оқиғаларын түсіріп жүрмін. Мынау менің екінші оқиға. Және де тағы бір сіздер ойлап жүрген шығарсыздар, мынау не қуа береді. Біресе ана видеоны басады, уже түсірмей кетеді, до конца аяқтамайды деп ойлайтын шығарсыздар. Өйткені мен деген кейде жалайына ұрмай қалады, не туралы түсіретінді білмеймін. Сөйтіп, короче, қайнені бастайын, содан кет қала беремін ғой, жындықсап. Дәк, мамам звондап жатыр, қазір сөйлесе алайын, күте тұрыңыздар. Кешірім сұрайым. Дәк.